Ұшақтардың көпшілігі ақ түске боялатынын байқаған шығарсыз. Әрине, қазіргі кезде лайнер бортына түрлі суреттер мен жарнамалар салынуы мүмкін. Алайда жалпы ұшақтың корпусы ақ түс болып қалады. Ұшақтарды бояуға неліктен осы түс таңдалады? Сіздермен бірге әлем арнасы. Бүгін біз ұшақтың түсі неліктен ақ деген сұраққа жауап береміз. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Алынше біз видеомызға кеттік. Алғашқы уақытта ұшақтарды мүлдем боямаған. 20 ғасырдың ортасында алып ұшатын машина корпусына шамамен 500 кг бояу қыртуды ысырапшылық деп санаған. Сондықтан металл корпуста әдетте жылтыратып өңделген. Бірақ қорғаныш бояу қабатсыз корпуссыз жылдамырақ құртылып, нәтижесінде ұшақты пайдалану шығыны өсе берген. Содан бері ұшақтарды көбіне ақ түске бояй бастаған. Сонымен қатар ақ түс күн радиациясын қатты өткізбейді. Оның екінші себебі пайдаланудың және техникалық қызмет көрсетудің ерекшеліктері. Ақ бояудан кез келген майдан ізі, тотық, сызат, сынығы және тағы да басқа кемшіліктерді жақсы көрінеді. Сондықтан қазірдің өзінде кей ұшақтарды толықтай аққа боямағанымен, оның маңызды жерлерін ақ түс етіп қалдыруға тырысады. Үшінші себебі – іздеу-құтқару процесі. Ұшақ құлаған жағдайда ақ корпус жерде жақсырақ көрінеді. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы. Назарларыңызға рахмет.